Саламатсыздар ма, менің құрметті гүл сүйгіш достарым. Мынау енді менің былтыр еккен роза гүлім. Өзі кішкентай, осындай кішкентай ақ роза атып тұр. Міне, қараңыздар. Үлкен бола ма десем болмайды. Мынау китайский роза сияқты, маған біреу китайский роза мынау деп сүйдеді. Не болғанда да биыл екінші жыл отыр. Қыстан аман шықты. Аздап жаттым, биыл укрытие жасадым. Биыл әйтеуір қалып, бірақ бой өспейді. Енді гүлдеп тұр міне қазір. 4 бутоны бар, тағы да ататын бутондар бар ма? Өткенде бір атты, бір екеу, мынау қазір екінші қайтала атып тұрғаны. Так. Мынау биыл еккен розам. Әлі арзан қалдым деп айттым. Міне, өте әдемі. Енді биыл осындай болады ғой. Кішкентай келесі жылы киеді ғой деп ойлаймын. Қандай да керім цветі, қаны қып-қызыл, неше бутон тұр, мінім жерде атайын деп тұр. Мына жерде де атып атыр бутоны. Так, мынау жаңағы бутоны үшу. Так, мына жерде де бар міне бутон атайын деп тұр. Мынау роза. Так, сосын тағы біреу бар қазір. Міне оранжевый болып атты. Бұның да цветі әдемі. Оранжевый, қазір енді уже отцветает, да, уже гүлдеп болып атыр. Енді мына қураған алып тастауым керек. Сосын мынандай болып, бойы ұп-ұзын болып, мына жері өсіп кетті, бүйтіп. Оны енді қиып алып таста деп ақыл айтып жатыр маған адамдар. Көрген. А то жаман розаға айналып кетейін деп тұр, шиповникке деп. Міне осындай роза. Сосын мына роза биылдыққа еккенім. Бұл енді әрең дегенде тіріліп шықты, бірақ жапырағы уақыттау, бір түрлі мен осыдан күмәнданып тұрмын. Сомневаться етіп, осы дұрыс роза ма, әлде тағы да китайский роза емес пе екен. Енді қайда да арзанға жүгіреміз ғой. 200 теңге, 250 теңгеден бе осының шыбықтарын алдық. Егіп қойдық. Жерім сондай богатый емес, мені көрдіңіздер. Енді суын құйып етіп тұрмыз. Навоз салу керек, удобрение беріп, соның арқасында кішкене істеп тұрмыз. Көреміз енді. Заман тыныш болсын. Сау, саламатта болыңыздар. Пока-пока.